жанып жанарың, неліктен маған қарадың, өртеніп жанып барамын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз жеке кәсіпкер Мұрат Төребекұлының Тұран авто орталығында немесе техникалық байқау станциясындамыз. Осы жерден біз мамандықтар үшін зерттеуге келе жатырмыз. Осы жерді зерттеу үшін біз ғимаратқа кеттік. Неге маған соншама қарадың, сені ғана түсімменен өңімде мен қаладым. Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім? Саламатсыздар, менің есімім Темірхан болады. Сізден сұхбат алуға бола ма? Болады, рұқсат. Онда бірінші сұрақ қояйын сізге. Сіздің мамандығыңыз қандай осы СТО-да? Менің мамандығым электромеханик. Осы мамандықпен қалай сіз осы жаққа келдіңіз? Бұл жаққа енді электромеханик андай оңай мамандық емес. Мен бұны бала күнінен қызығып істедім. Жаңа электротехника деген не болды бізде? Жаңа балалар үйірмесі, Дом пионер деп аталды ол кезде. Соған қатыстым бала күнінен. Содан қызық арқылы мамандығым осы жаққа келдім, дамытып отырып. Бизнес қалай жүріп жатыр? Бизнес енді жұмыс жасасаңыз, бизнес жақсы жүреді. Білігіңізге байланысты әркімнің өзінің. Күніне қанша машина? Күніне енді 3-4-5-6 машина келеді, әрнесіне байланысты жұмыстың уақытына байланысты. Жақсы, иә. Жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма? Жұмыс ұнайды енді, әр мамандық өзі иесі қызығып істесе, жұмыс ұнайды ғой өзіне. Қызығушылық болу керек та. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, сіздің атыңыз кім? Сәлеметсіздер, менің есімім Қуаныш болады. Сіздің мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым автомеханик. Ол жұмыс жасаймын осы жерде. Осы мамандықтың теріс және оң жақтарын айта аласыз ба? Теріс оң жақта болғанда әр адам өзінің мамандығымен жұмыс істеген жақсы деп ойлаймын. Ұнайды өзіме. Білгеннен кейін, білікті маман болғаннан кейін жақсы, өзіме ұнайды, жақсы. Ал енді қиын жағы, қанша қиын, мотор жинауы болады, көп адамның қолынан келе бермейді. Осы мамандықты болашақ жастарға сіз ұсынатын ба едіңіз? Жақсы жастарға ұсынам, өйткені әрбір ер азамат өзі автомеханик жағынан, техника жағынан хабардар болуға міндетті деп ойлаймын. Болды, рахмет. Жасындай жанып жанарың. Көлік техникасы және технология мамандығына келетін болсақ, бұл мамандық бізде физма пәнін таңдау арқылы түсетін мамандық болып табылады. Жалпы бұл мамандық бізде автокөлік зауыттарында және түрлі жол жүйелерінде жұмыс жасайды. Бұл мамандықты бізде грант саны 800-ден астам, ал шекті баллына келетін болсақ, ол 50 балл. Ал ауыл квотасы бойынша тоже 50 балл болып табылады. Жалпы көлік және технология мамандығының бізде түрлі жоғары оқу орындары бар. Ол жаңағы электрик мамандығына сәйкес түрлі университеттер және де бізде көлік және технологиялардың өзінің жеке колледждері де бар. Механика және металл өңдеу мамандығы. Бұл мамандық машина өңдеу, неше түрлі құралдарды жасайтын мамандық. Бұл мамандыққа түсу үшін бізде физмат пәндерін таңдаймыз, ал осы жылы бізге берілген грант саны 1730, ал шекті балл 50 балл болып табылады. Бұл мамандыққа түсу үшін бізде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Ату университеті және инновациялық Еуразия университеті бізді оқытатын болады. Электр және энергетика мамандығы бізде электрмен айналысушы, яғни токпен айналысушы мамандық болып табылады. Бұл мамандық бізде электрдің және токтың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жалпы бұл мамандық қызықты мамандық болып табылады. Ал оны шекті балдарына келетін болсақ, шекті балы 64, ал ауыл квотасы бойынша 54 болып табылады. Жалпы бізде көп грант бөлінеді, саны 1630-ға жуық. Ал енді жоғары оқу орындарына келетін болсақ, ол бізде мысалға Алматы қаласында Ату университеті, немесе Сәтбаев университеті, және басқа да түрлі мысалға университет бар. Олар бізде Думани, Еуразиялық колледж және тағы да басқалары бар. Осы мамандыққа қызығып жүрген және де осы мамандыққа түскісі келетін адамдар болса, сіздер өз мамандықтарыңыздан қорықпай, әрқашан түсулеріңізге абзал.